Лоуренс Эдвард Ларри Пейдж, американдық бағдарламашы, кәсіпкер, Google интернет компаниясының негізін салушылардың бірі. Ларри 1973 жылы ақштың Мичиган штатында дүниеге келген. Әкесі информатика профессоры, ал анасы бағдарламалау мұғалімі болған. 8 жасында Ларридің ата-анасы ажырасқан, алайда ол әрдайым туысқандарының назарында болған. Ата-анасы оны кішкентайынан кітап оқуға баулыған. 1978 жылы Ларридің отбасы алғашқы компьютерлерін сатып алған. 12 жасында Ларри Никола Тесланың өмірбаяны туралы кітап оқыған. Ол данышпан ғалымның өміріне таңсанып, өскенде Тесла сияқты ұлы тұлға болғысы келген. Болашақ кәсіпкер мектепті 1991 жылы бітірді. Оқу кезінде ол саксофон мен ормалы аспаптарда ойнағанды ұнататын. Ларри Мичиган университетінде оқып жүргенде оның әкесі қайтыс болды. Бұл оған ауыр тиді. 1995 жылы Ларри Пейдж Стэнфорд университетіне магистратураға түсіп, өзінің болашақ серіктесі Сергей Бринмен танысты. Олар бірге веб-беттер арасындағы сілтемелерді ескеретін бірегей алгоритмді қолдана отырып, интернетке арналған жаңа іздеу жүйесін жасай бастады. Осылайша олар 1998 жылы гаражда Google компаниясын құрды. Ларри мен Сергей алғашқы Google серверін іске қосу үшін ескі компьютерді автомобильдің ішінде орнатқан, көлік достарының гаражында орналастырылған. Google атауы Google математикалық терминінен алынған. 1998 жылдан 2001 жылға дейін Пейдж Google Inc. компаниясының бас директоры қызметін атқарды. 2001 жылы инвесторлар Ларридің лауазымын төмендетті, себебі ол жоба менеджерлерін қысқартқан болатын. Осы себепті Ларри 2011 жылға дейін Google өнімдерінің президенті болып жүрді. 2005 жылы Пейдж Android Inc. компаниясын $50 миллион сатып алды. Бұл шешім миллиардердің сәттілік тарихының бастамасы болды. 2008 жылы Android G1 негізінде алғашқы смартфон шығарылды, ал 2010 жылы Android базасындағы телефондар сату нарығының 17%-ын иеленді. Бірнеше жылдан кейін Android смартфондарға енгізілген ең танымал операциялық жүйеге айналды. 2015 жылы Ларри Alphabet Inc. холдингтік компаниясын құрғандардың бірі болды. Компанияның құрамына Google да енді. Ларри компанияның бас директоры атанды. Ларри Пейдждің басшылығымен Google әлемдегі ең табысты және ықпалды компаниялардың біріне айналды. Ол Google Search іздеу жүйесі, Gmail электрондық поштасы, Google Chrome браузері және тағы басқа көптеген инновациялық өнімдер мен қызметтерді әзірлеуге қатысты. 2019 жылы Ларри жетекшілік посттардан кететіндігін жариялады. Ол жеке қызығушылықтары және қайырымдылықпен айналысуды жөн санады. Ларри Пейдж ұшатын көліктерге қызығушылық танытады. 2016 жылы ол жеке ұшатын көліктерді жасайтын Kitty Hawk компаниясына инвестиция құйды. 2007 жылы Пейдж Ричард Брэнсонның Кариб теңізіндегі Неккер аралында Люсинда Саутвордқа үйленді. Пейдж Tesla Motors'тың инвесторы. Жас кезінде Ларри қатты суықтап, дауысына зақым келтіріп алған. Уақыт өте келе оның дауысы қалпына келмеген. Bloomberg Business Week басылымына сәйкес, Google-дің иесі барлық кездесулерді микрофонмен өткізген. 2002 және 2004 жылдары кәсіпкер 3 марапатқа ие болды. Ол әлемдегі ең үздік новатор деп танылған. Ларри Пейдждің байлығы $64,1 миллиард құрайды. Ларридің 2483 шаршы метрді құрайтын үйі күн панельдерімен және бақшамен қамтылған. Пейдж 12 гектарды қамтитын аралға ие. Оның қымбат гибридті Toyota Prius көлігі және яхтасы бар. Сондай-ақ ол Boeing 767 ұшағына иелік етеді. Көргендеріңізге рахмет, арнаға жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.